Бар ма ардақты әлеумет Атырау арнасының телекөрермендері? Қымбатты телекөрермен, тікелей эфирде бізбен бірге бағдарламасы сіздерге қайырлы күн тілейміз. Баршаңызға бүгінгі күн сәтті өтсін, керемет өтсін, тосын, керемет жақсы сыйлықтарға толы күн болғай. Шынымен де бұл өмірде тосын сый көп қой. Көбі жастық шақта күтетін сияқты. Бір романтикаға бой алдырып, 18-25 жас аралығында сосын балалық шақта міндетті түрде ата-анасы бір тосын жасайды, сосын жастық шақта бір тосын кездесулер, тағдырдың тосын сыйларын күтеді. Ал сіз 50 жасқа келіп, тағдырыңыздың күрт бір керемет тосын сый сыйлап, жақсылыққа толып кетуі мүмкін деп ойлайсыз ба? Басқа арнаға бұрылуы, басқа жаңашылдықтарға енуі. Бұл әрине адамның өзіне тікелей байланысты болады. Пайғамбардың өзіне де 40 жасында жаңағы пайғамбарлық қонған екен. Ұлы Абай аталған хакім нанамызға өзі 40 жасында алғашқы жыр жолдары жүрегіне ұялап, алғашқы өлең жаза бастаған екен. Сол сияқты адам негізі қартайдым, немесе орта жасқа келдім, немесе жастық шағым өтті, бір нәрсе үйренуге кештеп қолды сермеуге болмайды. Оған дәлел бүгінгі біздің қонағымыз, таныстыра кетейік. Ситуативный казахский кітабының авторы. Сол кітап арқылы Меломен кітап дүкенінде рекорд жасаған белгілі автор Қанат Тасыбеков ағамыз бүгін бізде қонақта. Қанат аға. Қайырлы күн. Қош келдіңіз Атырауға. Қош келдік, рахмет. Атырау ұнап жатыр ма? Атырау енді керемет қала ғой. Каспийдің бойында жайғасқан қазақи қала. Қазақи қала дегенге бір екпін беріп айту керек сияқты. Шынымен де басқа қалаларға қарағанда, салыстырғанда барлығы қазақша қабылдап, қазақша амандасып, қазақша сөйлескен боларсызбен аға. Енді Петропавл не болмаса Павлодармен салыстыра алмаймыз ғой. Бірінші рет келуіңіз бе Атырауға? Жоқ, Атырауға келіп жүрдім. Менің өзім жеңешем Атыраудікі. Мен құдасыз ғой? Құдамын. Бір нәрсе айтып кетейін осы жерден. Мен өзім Алматыда оқыдым. Алматының малдәрігерлік, зоотехникалық малдәрігерлік институтында. Енді кілең ұл балалар ғой. Зоотехникалық факультетте мен енді жылқы шаруашылығы маманымын, негізі мамамын. Біз 250 бала болдық. Ветеринарлар, малдәрігерлер, олар 320 бала. Көрдіңіз бе? Бұл бір курста. Сонда бәрін алғанда енді өте көп, бәрі ұлдар көбінесе. 600-ге жуық. Бір курста, енді 5 курс, сосын анау сырттай оқитындар бар о кездерде. 81 жылы бітірдім мен Азвиді. Сонда енді жемпейге барамыз. Білесіздер ғой, енді шефство аламыз, қыздармен танысамыз деген сияқты. Сонда енді ауылға өз сыңарын, жұбын алып кеткісі келеді дипломмен бірге, енді қалада оққан жігіттер. Дипломмен ауылға емес, жан-жарыңмен ауылға деген бағдарлама бар дейсіз. Сонда енді айтып отырамыз, осы қай жақтың қыздары жақсы екен деп, енді олар әңгіме дүкен құрады ғой өз арасында. Мен сізге айтайын, осы батыстың қыздары енді бірінші сорт емес, высший сорт, экстра деп есептелетін. Ақтөбе, Атырау, Ақтау. Бұл енді мұнда кеп мақтағаным емес, бұрыннан айтып жатырмын мен. Сол енді үлкен ағам Марат, сол алған жары осы атыраулық, ысық, аты Мария болатын, Искужаева. Сол атыраулық қызды алған, менің жақсы енді жеңешені білесіз ғой, орны бөлек. Сондықтан мен Атырауға кеп жүрдім. Жиі емес, қашықта ғой енді жері, бірақ кеп жүрдім Атырауға. Дегенмен қадірлі, қазақ үшін қадірлі құда дейтін атыңыз бар екен, ендеше. Мынау құдаларыңыздың ауылына қош келдіңіз дейміз. Енді бағдарлама басында кейбіреулер түсінбеген болар, тосын сый жайлы, 50 жас жайлы айттық. Сондықтан Қанат аға, ердің жасы 50-ге келіп, еңсеңізді тіктеп, қазақ болып туғасын, әкем қазақ, анам қазақ болғасын, мен неге қазақтықтан сақтанамын деп Сұлтан Махмұт атамыз айтпақшы. Сіз де өмірі енді бала кезіңізден меңгермеген, емін-еркін сөйлеп кетпеген, өзіңіздің ана тіліңіз мемлекеттік тілді қазіргі меңгеруге көшкен екенсіз. Солай. Бұл ой неге келді аға? 50 жасқа дейін, неге оғанға дейін ойланбадыңыз деген сұрақ қой. Бұл сұрақ сізді талайдан енді ұртоқпақ сияқты жан жағыңыздан жегідей жеп жатқаны белгілі, бірақ енді біз де сол сұрақты қоюға мәжбүрміз. Мен сізге бейдейін, осы 50-ге кеп тіл оқуға белімді будым, тіл оқыдым. Сол мен өзім 59 жылғымын. Оны неге айтып отырмын десеңіз, енді 59 жылы енді кеңес кезі ғой енді. Мен кеңес дегенді өз қимаймын, өзім кеңес деген совет кезі. Кеңес деген қазақтың сөзі енді санау совет кезінде. Сөзді қимайсыз? Сөзді қимаймын. Кеңеске совет кезінде. Сонда
бүкіл одақтық санау өткізген халықтың, всесоюзная перепись населения. Сонда қазақтың пайызы Қазақстанда қанша болды деп есептейсіз? 29% болғанбыз. Біз 3-тен 1 бола алмағанбыз. Сол мен туған жылы. Мен енді мынау солтүстікімін, қазір Астана, бұрынғы Целиноград, оның алдында енді Ақмола. Мен сол жақтың тумасымын. Сонда енді мектепке барғанда бірінші сыныпта жалғыз қазақ болдым. Бастауыш мектепте оққанда. Сосын енді өзіңіз білесіз, енді мынау теріскей жақта солтүстікте қазақтар кішкене енді аз шоғырланған, Қызылорда, Шымкент не болмаса Атыраумен салыстырғанда. Енді жалпы Қазақстанда 29% десек, біздің жақта өте аз болатынымыз. Өзім қалада Алексеевка деген қазір Ақкөл станция, сонда тұрдық. Ұзын көшеде, Достоевский атты көше, сол 82-ші үй, біздің үйіміз болатын сол қалада. Сонда бір ұзын көшеде 100-ден 150 ма сондай, сол екі-ақ отбасы болды қазақтар, екі-ақ отбасы. Сондай енді мен енді бұны ақталып отыр. Мен неге сол 50-ге келіп, мен қазақша жақсылап білгем жоқ. Себебін түсіндіріп отырмын. Жиі айтады маған осындай, алдынан келеді осы сұрақ. Сосын тағы да осы 50-ге дейін неге оқымадыңыз? Мен осылай бір жиынға, осы кітап шығарғаннан кейін мені бір жиындарға шақыратын болды. Бір жиынға барғанда бір доктор отырды, доктор филологических наук. Енді кішкене филологтар мені кішкене жақтырмайды енді. Өйткені мен енді ауызқой адаммын, сондай тілмен айналыса бастағаннан кейін. Сосын сізге не түрткі болды дейді тіл оқуға. Сосын мен айттым, мен намыстандым. Өзім қазақ болып тұрып, мен өз ана тілімде сөйлей алмағаным қатты намысыма тиді, шымбайыма тиді. Сосын осылай оқи бастаймын. 50-ге дейін намысыңыз болған жоқ па деп дейді. Сосын қазаққа осы оқысаң да жамансың, оқымасаң да қалай жағуға болады деген сияқты сондай бір сөз оралды. Отырсам опақпын, тұрсам сопақпын дейді ғой. Мен былай деп жауап бердім. Енді 50-ге дейін әрине отбасы бар, балалар бар. Солардың қамын ойлап. Енді 50-ге келгенде енді ұлды ұяға, қызды қияға деген сияқты солай орналастырып, үйлерді енді барынша қолдан келгенше жасадым жағдай. Уақытты өзіме арнайтын кез келді дейсің. Сондай кез келгенде мен ойладым, осы ақшаның соңынан қуып қашанға дейін жүре берем, мына бизнесті қояйын бәріне, мен өзім қазақ болып туғаннан кейін өзім қазақ болайыншы деп. Сосын тіл оқи бастадым. Сіз сол аралықта сосын Францияда, шетелде тұрдыңыз? Бұл да енді не емес, бұл да бір себеп. Өйткені мен Франциядан келгеннен кейін 3 жылдан астам Францияда болдым. Мен Францияда докторантурада болдым, Бургундский университетте, Дижон деген қалада. Сол Франциядан келген бетте бір енді 3 жыл көп уақыт емес қой енді. Бірақ та соның өзінде мен кейбір нәрселерді, бір ойды жеткізу үшін мен өзіме есеп бердім. Маған французша бұл ойды жеткізу оңайлау қазақшадан гөрі. Қазақша ойлай бастаймын да, бір қиналады ғой адам бірде айтайын деп. Сосын ойлап отырмын, французша былай екен, орысша енді өзіме орыс тілдім ғой енді. Ол да бір қатты әсер етті. Мен неге француз тілін қазақ тілінен жақсы біліп тұрмын деген сияқты. Сосын енді тілді оқи бастадым. Сіздің тілді оқып меңгеруіңіздің өзі қызық, иә? Ең алдымен сіздің сұхбаттарыңызды оқыдым. Сонда сіз қазаға барғанда не айтамын, құтты болсын айтып барғанда қандай тілек жолдаймын, менен бата сұрағанда мен қалай батаны қазақша айта аламын деп, сол салт жоралғы, дәстүр, наным сенімдерге байланысты сол тіркестерді жаттап қазақ тілін үйреніпсіз. Жалпы солай тілді меңгеруге бола ма? Мен өзім нәтиже болып тұрмын ғой. Мен өзім нәтиже болып тұрмын. Енді тірі нәтиже мені енді өзім әдістеме деп қабылдап жатыр қазір. Мен сізге бір нәрсе айтайын, қазір мына жерге тұрып қолды мынау пол тигізіңізші. Айнагүл, сізді сұрап тұрмын. Қазір? Қазір. Былай. Көрдіңіз бе, сіздің мынау қимылыңыз не үшін жасайым деген сияқты сондай өзі байланқы болды, көрдіңіз бе? Маған сұраныспен қарап отырсыз. Ал енді қазір мына жерде бір ручка ұстап отырдыңыз дейік, қаламсапта түсіп кетті, сіз ала саласыз, сонда сіздің қимылыңыз сондай табиғи болып шығады. Шартты рефлекс. Рефлекс ретінде. Нені айтайын деп отырмын? Өйткені мынау бізге қазақ тілі қай жерде керек? Осындай қазаға барғанда, тойға барғанда. Қажеттілік, өзі адамның қажеттілігінен туындаған нәрсе, көрдіңіз бе? Сонда сіз сондай нәрселерді оқысаңыз, сіздің деген нәтиже өте жоғары болады. Ал енді сіз мынау
Бұл жерде қолды тигіз дегенге мұғалім береді ғой, сен оқы мынаны деп. Адам отырады, оқып. Сонда нәтижесі өте төмен болады. Оқуын өйткені білмейді, не үшін оқып жатыр, оны қай жерден қолданатынын көрдіңіз бе? Сіздің атыңыз кім? Менің атым Сәкен. Бұл Алматы үлкен қала. Бұл кітапта, оқулықтарда диалогтар. Алматы үлкен қала ма? Иә, Алматы үлкен қала. Не болмаса, мынау Алмада алма қызыл деген сияқты. Адам бүйтіп сөйлемейді ғой өмірде. Бізде қай жерде неге тіл керек? Енді жұмыста орыс тілімен күнделікті жүрміз ғой. Бір аэропортта диспетчер болса, немен ағылшын тілмен солай ғой, несін жұмысын жүргізіп отырады. Не болмаса бір NCOC деген сияқты бір компанияда істесе. Туындау керек дейсіз ғой. Қажеттілік қай жерден енді сол барған жерге дайындалып бару керек. Енді сол ғой мен өзімді үйреттім деген, мен содан бастадым. Мынау осы ситуативный казахский деп енді сосын бір жыл тіл оқып отырғаннан кейін, бір жарым жыл бір түртпектерді қалдырып отырасың ғой өзіңе. Балаларға бірдеме жазып отырдым. Сосын ойладым, әжептәуір дене жиналып қалды. Сол қазақтың мақалы бар емес пе? Білгенді білдірмесең, білгенің бар болсын деп. Сосын ойладым, мынау неге бөліспеске жұртпен. Сосын кітап жаздым. Ситуативный казахский, өйткені ситуация, әр ситуация, қандай ситуация, келін түсіру той, қыз ұзату деген сияқты. Жалпы қазақ дүниеге келгеннен бастап салт жоралғы, дәстүрі, той думаны қатар жүреді ғой. Сосын бір кітап жаздым, сол 12-ші жылы шықты. 12-ші жылы 1000 жазсадым тиражға. Бүгінгі таңда, Құдайға шүкір, тиражы 36.000 болды. Енді тоқтап атқан жоқ. Әлі де шығу үстінде сұранысқа ие. Сұранысқа, міне көрдіңіз бе, менде 3 том, өзі 3 том, бірінші, екінші, үшінші. Қазір бір де дана табылған жоқ үйден. Бірінші мен 3-ші алып келіп отырмын. Көрдіңіз бе, үйде бітіп қалыпты. Яғни өзіңізде де жоқ дейсіз ғой, былайша айтқанда. Енді рекорд туралы айтып кеттік қой сөз басында. Меломан кітап дүкенінде топ 10-қа кіріп 2-ші орында тұрған екен. Ал 1-ші орында Абайдың қара сөздері болған екен. Бұл жетістікті қалай түсіндіресіз аға? Енді қара сөз енді шынымен де. Бұл енді қалай түсіндірем? Бұл Құдай сақтасын, мені салыстырып, немен қалай айтсам екен? Бұл қажеттілік. Мен сондай бір мықты жазушы болғандықтан емес деп есептеймін. Бұл сұраныс бар. Адамдарда ынта бар, қызығушылық бар. Сұраныс бұл деген бұл, яғни кітаптан бірдеңе алып жатыр дейсіз ғой. Қазақ тілінен. Әрине, енді 3 кітап дүкендерде өте кішкене бағасын көтеріп нетеді ғой. 3 том енді 2,5-2700-ден сондай. Мен өзім көзбен көрдім, адамдар келіп осындай 10 кітап алып кеткендерін. Жалпы бізде Қазақстанда қазақ тілін меңгеруге арналған оқу әдістемелік құралдар өте көп. Сіз бірақта соны салыстырып көріп айтыпсыз. Ондағы келтірілген мысалдар, құрылған диалогтар арқылы тілді меңгеруге қолайсыз депсіз. Жалпы жаңағы ситуациялық бағыттарға арналған диалогтар құрылу керек депсіз. Айнагүл, көпке топырақ шашпа дейді ғой. Мен біреуді айта алмаймын. Әдістемесі нашар деп. Мен логика тұрғыдан қарадым. Тіл оқи бастағанда. Енді оған анау әдістемені бір қарап, мынау әдістемені бір қарап, мен неткем жоқпын, уақыт жоғалтқам жоқпын. Өйткені мектеп бітіргендердің саны қанша орыс мектебін бітіреді, қазақша 2 ауыз сөзін қосып айта алмайды. Солай ғой, орыс мектебі бітірген. Сосын енді анау ересек адамдарды алатын болсақ, үлкен лауазымды адамдар, тіпті біздің үкіметтің басшылары қазақша сөйлемейтін, енді өте ақылды адамдар ғой. Ағылшынша да сөйлейді. Жазылған баяндаманы оқи алмайды. Қытайша да сөйлейді. Басқа тілде меңгеріп кеткен, қазақ тілін меңгере алмады. Неге десем, енді мен сондай логика тұрғыдан ойладым. Жақсы методика жоқ. Өйткені жақсы методика бар болса, олар баяғыда үйреніп алатын еді. Сондықтан мен өзімді үйреттім. Мен енді осындай өзіме сондай әдістеме шығардым, өзіме үйрету үшін. Барған жерде мен сізге бір нәрсе айтайын. Мұның қазақ тілінің бір ерекшелігі бар. Қазақ айтады, орыс ойына келген айтады. Естіңіз ғой? Бұл или орыс ойына келген істейді деген бір сондай сөз бар ғой қазақта. Бұл орыс халықты кемсіткен емес. Бұл деген орыстар енді шынымен қалай болса солай ортасынан бастаймы, аяғынан бастаймы, тойда ойына келген сон бір нәрселерді айтады ғой. Өзі несінде көкейінде бар нәрселерді. Қазақ ондай емес. Біз өзімізде әр түрлі жағдайда өз қолданатын сөз тіркестері, сөз орамдары бар. Солай емес пе? Нұреке, солай ғой.
Нұржан. Бізде анау басқа нәрсені айтпайды ғой. Қыз ұзату тойда бір бар нелер, мақалдар бар, нелер айтатын тілектер бар. Жоралғының өз сөзі бар. Иә, өз сөзі бар. Соны неге алып, ескеріп, соны ескеріп, сөйтіп үйрену керек деп. Жалпы енді айтыңызшы. Танысып, сіздердің әңгімелеріңізге де қарайтын шамам болмай жатыр. Шынымен алфавит бойынша, әліпби бойынша әр әріпке байланысты. Шынымен де бұл үшінші кітап. Әрбір жағдайға байланысты қалай сөйлеу керек, қалай және тікелей аудармалар бар ғой орыс тілінде. Мысалы, на твоей спине солнце вижу. Сондай аудармалар бар. Алдында жоқ, олай емес екен. Мысалы, арқамнан жүк түскендей деген дүниелер. Нұржан, кешіріңіз, мына жаңа Абай сөзін айтып кеттіңіз ғой. Мен өзім тіл оқи бастағанда, мен енді бәріміз енді мектепте орысша оқыдық. Орысшаның Абайдың сөзі бар. О, казахи мои, мой бедный народ, жесткий мусор небритым прикрыл ты рот, кровь на правой щеке, жир на левой щеке, где же правда твой разум не разберет. Қалың елім, қазағым, қайран жұртының аудармасы дейсіз. Бала кезімде мен соны оқып, ол кезде енді қазақша соны, біздің аталарымыз қандай болды? Бұл жабайы халық болған ғой. Өйткені бір ұрты кровь на левой щеке. Бір ұрты қан болған. Қан деген енді қан шикідей ет жеген ғой. Сосын өзін қайсы дұрыс, қайсы бұрыс деген білмеген сондай өзі қандай халық болған, біздің аталарымыз қандай жабайы болған. Енді баламын ғой ол кездерде. Енді сосын енді тіл оқи бастағанда мен сізге айтайын. Бір рет бір қолыма бір фразеологиялық сөздік түсті. Қарап отырсам, шашым тік тұрды, енді денем түршігіп кетті. Ана жерде бір ұрты май, бір ұрты қан деген қазақтың сөзі орама екен, фразеологизм. Бұл адам өзі қандай адам екен, өзі білмейтін адам туралы айтылады екен. Ол жақсы ма, жаман ба? Бәріміз де сонымыз ғой. Түбегейлі ақ, не түбегейлі қара емеспіз ғой. Бәрі аралас қой адамдар. Алма кезек не дейсіз? Алма кезек. Сонда көрдіңіз ғой, сөйтіп ол сөз орама екен. Сол анау ал енді оны тура аударған, на кровь на левой щеке деп. Сосын ары қарай оқып жатсам, ары қарай да анау аузыңа ұстарасыз түсті мұртың деген ол да фразеологизм. Бұл емін еркен өскен адам туралы айтылады екен. Сол бар сөздікте бар. Көрдіңіз ба? Ал енді мынау совет кезде оны алғанда кровь на левой щеке, жир на правой щеке, без бритвы усы попал в рот деген. Деп сөйтіп жаңа аударған. Көрдіңіз бе? Бұл деген біздің абайымызды, біздің шынымыз, біздің әдебиеттің негізгі іргетасын қалаушы деп айтуға болады. Көрдіңіз бе? Соны бүйтіп аударғанда нем қорайды. Сол мен өзім мақтаныш көремін. Мен тауып алғанды осы. Сосын үлкен мақала жаздым мен осындай. Біздің абайымызды дұрыстап аудара алмаған. Көрдіңіз бе? Қанша ақын жазушыларымыз, қанша аудармашыларымыз бар. Орыс тілді қазақ және өзге ұлт өкілі, неміс, француз, қазақ тілдің қай уақыт аралығында кім бірінші тез меңгереді? Немесе кімге жеңіл болады? Орыс тілді қазақ, қазақша білмейтін, жаңа сіз секілді. Содан кейін өзге ұлт өкілі. Француз болсын, испан болсын. Әрине қазақ бәрібір енді бұл әлі мынау жақсыдан жаман туса да жаманнан жақсы туса да тартпай қоймас негізге дейді ғой. Міне. Ал енді бұл енді генетикалық тұрғыда мені Геральд Карлович Бельгер деген ақсақал, енді білесіз өздеріңіз, өте жақсы көріп кетті мені. Оның қазақ болып кеткен дейміз. Иә, қазақ ақсақалы. Жаны қазақ болып кетті. Мен бірінші барып танысқанда мен сізге айтайын, ол қазақ екен, мен мынадай білдім, бір әңгіме бастадық та, сосын енді неміс адам орысша, қазақша сөйлесіп отырдық. Сосын бір кезде мен өзімді жақсы еркін сезініп, оның сөзін бөліп, сөйтіп сөйлей бастадым. Оны мен енді терезем тең дәрежеде дейсіз. Иә. Сол бір кезде қолды бүйтті ғой. Сен менің сөзімді бөлме деді. Сосын мен білдім, бұл кісі неміс емес, бұл кісі қазақ. Көрдіңіз бе? Сондықтан сол Геральд Карлович Бельгер ол жазды. Генетическая память помогает ему деді. Өйткені енді мынау неде қанда бар нәрсе, сүйекте бар нәрсе. Сүттен келген сүйекке сіңген қасиет дейсіз. Бізде неде адам келеді, неге курсқа келеді, оны алады да фонетиканы үйретеді. Деген дыбысты беру үшін мынау тілдің ұшын мына жерге қою керек деген сияқты. Құдайым-ау, мынау енді қазақ тілі біздің енді француз тілі, не ағылшын, не жапон тілі емес қой. Етіп оған уақыт жоғалтып керек жоқ. Логопедпен жұмыс істеп. Иә, анау тілді қалай қоятын, бәрібір қазақ болғаннан кейін келеді, анау өсі де, асы да бәрі де келеді уақытымен. Сөйлетіп үйрету керек. Тек іштегі рухты өлтіріп алмау керек дейсіз ғой қазақи. Иә, дұрыс. Сіз мәтін құрағанда, бір нәрсені ойлап, жаза бастағанда, орысша ойлап, қазақшаға аударасыз ба, әлде бірден
қазақи енді нәрсе бұрын сондай болдым, енді бұл артта қалды. Мен қазір енді кейбір кезде мынау неге жағдайға қараған ситуацияға байланысты. Кейбір кезде орысша ойлаймын, кейбір кезде енді Құдайға шүкір қазір қазақша ойлап, қазақша сөйлейтін жағдайға да жеттім. Қазір енді орыс тілді қазақ деп мен өзімді айта алмаймын. Мен қазір толыққанды Қазақстанның азаматы болдым. Енді ағып тұрған шешем болмасам да өзімді үйреттім, өзім ойымды жеткізетіндей. Мына 3-ші томдығыңызбен қайтадан мен кіріп кетіп жатырмын, зерттеп, зерделеп, қарап, алғаш танысып жатқасын. Ішінде карикатуралық суреттер де, шынымен де карикатураны салған өз тілін дұрыс меңгермей жүрген қарагөз бауырларымызға бір қадап айтатын дүниелер бар екен аға. Ал енді бұл кітап жарыққа көру өзіңіздің ойыңыз болды ма, әлде сіздің осы қазақ тілін үйреніп алудағы әдіс тәсіліңізді көрген, жаныңызда жүрген жандар қанат осы сізге кітап шығарған дұрыс сияқты, өзге де бауырларымыз өз тілін меңгере алмай жүрген, сіз арқылы сіздің тәсіліңізбен керемет үйреніп кетер еді деп кеңес берді ма біреу? Мен айтып отырмын ғой, енді сол бір материал жиналып қалғаннан кейін өзім енді 88 жылы Мәскеуден диссертацияны қорғағам, спорт жылқыдан, Тимирязев академияда. Сосын Францияда оқыдым, докторский жаздым, енді ол француз тілінде. Сосын енді былай жалпы қалай жазылатынын білемін, енді бұның проблемасын қою керек, сосын оны қалай шешу керек екен, литературамен қалай жұмыс істеу керек екенін білемін. Сосын енді ойладым, қазір кешіңіз оны айтуға болмай ма, нені итақайына дейін кітап жазып жатыр ғой енді. Шынымен кітап көп қазір, бірақ ол оқылып жатыр ма деген екінші сұрақ. Сосын ойладым, жарайды, мен де шығарайыншы осы, адамдарға қызық бола ма деп, мен де шығардым ситуативный казахский деп өзім. Бірақ сол 2-3 айдың ішінде бүкіл сол 1000 шығарғаным тиражымды талап алып кетті, бәрі төгісіп қалды. Сосын осыған енді айтып отырмын, содан сұраныс өте жоғары болды. Бір кезде енді шынды айтқанда Қазақстанда ең сатылатын кітап болып табылды. Кітаптердің арасынан топқа енді, жоқ, автордың араларында бүкіл издательстволардың 10-дық емес. Көш бастап тұр, бірінші орында тұрды. Міне, олахи. Сосын енді мен сізге айтайын, неде эксперт Казахстана деген, бұл мақтанып кеттім ғой. Эксперт Казахстана деген... Бұл да қазаққа тән не ғой? Дұрыс айтасыз. Енді өзінің мақтабасы деген сияқты. Эксперт Казахстана деген сондай бір не жүргізген, мониторинг жүргізген, сонда 100 кітапты белгілеген қазақтың ой санасына әсер еткен кітаптар. Бүкіл дүние бұл идеяның Құраннан басталады. Құран, Абайдың сөзі, Ромен Ролан мәселен, не болмаса Джек Лондонның бәрі. Мен сол 100-ге кірдім, 79 орында. Соны өзім мақтаныш көрем. Бәрекелді. Анау Гоголі бар, несі бар. Қастерлі Құран, әйгілі Абайдың сөздерімен бірге. Сол 100-ге мені кіргізді. Сол қазақтың несін, ділін ашқан, қазақтың, өйткені мынау тіл оқу барысында енді сол адамның ділін түсінбей, оның ой мақсаттарын, соның құндылықтарын түсінбей, тілді оқып алу мүмкін емес. Ол бір, екіншіден, тағы жерден айтып кетейін, қазір көп айтады, мынадай методиканы айтады, басқаны айтады, ана адамдар оқып жатыр, нәтиже жоқ, неге екен? Менің бір нәрсеге көзім жетті. Адам оқып жатқан тілінің сол тілде сөйлейтін, халықты жақсы көретін болса, сонда нәтижесі болады. Қазақты жек көріңіз, бірақ лауазым үшін, не болмаса емтихан тапсыру үшін, мансап үшін сіз оқысаңыз, ешқандай нәтиже болмайды. Өзіңіз қазақ болсаңыз, енді шынымен толыққанды қазақ болғыңыз келсе, сонда нәтиже болады. Намыс керек дейсіз ғой? Орыс болсаңыз, қазақты жақсы көрсеңіз, сонда нәтижелі болады. Ал енді қазақтікі дұрыс емес, бұл кішкене онан құрамайды, олардың нелері, жүріс-тұрыстары. Бірақ маған керек деген. Тіл керек, маған оқиыншы деген, ешқандай нәтиже болмайды. Ұлтқа деген, тілге деген махаббат болу керек дейсіз ғой. Біз енді тосын сыймен бастадық қой, бұл 50 жаста сізге тосын сый болды, осындай ой келіп, тек өзіңіз ғана емес, өзгелерді үйретуге септігіңізді тигізіп, бүтін бір елге әсер етіп жатырсыз деген дүние. Бірақ аға енді қазақта қазақты теңейді ғой, қыранға теңейді, қасқырдай қайсар дейді. Ең көп теңейтін аға, өзіңіз айтып отырсыз ғой, жылқы мінезді жұртпыз, жылқы мінезді қазақ дейді. Аға, сіздің де жылқы шаруашылығында оқуыңызда осы айналып ата қазығыңыз табуға әсер еткен сияқты.
мүмкін. Мен енді жаңа айтып кеттім ғой, өзім бірінші алған білімім енді зоотехника. Зоотехника енді ол неге бардым енді, өйткені сондай бір өте құмар болдым мен жылқыға деген. Бала кезінде жылқыны тазалап бет несінен сүйем. Бұл да генетикалық жады ғой. Сонда айналып келгенде. адамдар келіп айтады, сен баланың есі дұрыс па, анау биені сүйіп жатыр дейді. Сондай бір алыста айдап бара жатқан жылқыны көрсем, сол жүгіріп барам. 3 шақырым болсын, опқармен осылай басып, терлеп тепшіп, жерден қарап тұрам, осылай аузым ашылып. Тек көресіз? Иә, сосын қайтам үйге. Сол жылқыны өте жақсы көрдім. Сосын не болса да, енді сол жылқы шаруашылығының маманы боламын деген сондай, мен 5-6 класста ма сондай бір мектепте оқып жүргенде Кембридж деген бір сондай диспуттар өткізіп тұрды ғой. Сонда мен айтқам, мен жылқы шаруашылығының несі боламын. Көп айтыла бермейтін армандар ғой. Бірақ мен 76 жылы мектеп бітіргенде бүкіл кеңесті, бүкіл союзда 15 мемлекет болып тұрмыз ғой қазір. Екі-ақ жерде коневодтарды дайындады. Бұл бірінші Алматының малдәрігерлік институт, со специализацией коневодства, екінші Тимирязев атындағы академия Мәскеуде. Бірақ та енді Мәскеуге баруға қорықтым. Өйткені ауыл мектебін бітірген, енді көрдіңіз бе, ана жерден. Бірақ группа бүкіл союзға, көрдіңіз бе, енді Мәскеудегі. Оған өтетін бал 24 болатын. Сонда емтиханның 4-еуінде енді 3-еуін 5-ке тапсыр, 1-еуін ғана 4-ке тапсыруға болады енді өзіңіз. Көрдіңіз бе? Металлисттардың арасында конкурс болады. Соған баруға қорықтым. Сосын Алматыдан бітіріп алдым да, бірақ та одан Мәскеуге барып, оқуыңызды жалғастырдыңыз? Иә, аспирантурасын содан бітіріп, сосын диссертацияны сол үшін ішінде сонда қорғадым. Бұны неге айтып отырмын? Біреулер айтады, енді филологтар айтады, сен зоотехник қайда не қылып жүр? Мен айтып отырмын. Зоотехниканың мамандығы былай сипатталады. Производство продуктов животноводства. Мал өнімдерін өндіретін несі мамандық. Мал өнімдерін өндіретін мамандық бұл қазақтың мамандығы ғой. Сосын мен айтып отырмын, менің зоотехник дипломым. Бұл қазақтың дипломы. Мен қазақ болдым алдында диплом 5 жыл оқып. Қазір жылқыға жақынсыз ба? Жоқ, мен қазір жылқыға, қазақ филологиясына, қазақ тіліне оқып, осы тіл дейтін терең ғылымға сүңгіп кеттім де көп қарай алмай жүрмейсіз. Иә, бұл енді үлкен. Дегенмен сағынатын болсыз, жылқының иісін, оның кісінегенін. Әрине, барып тұрам, шақырады, бір консультацияға шақырады, өзім де барам. Алматының төңірегінде жақсы жылқы зауыттар бар. Соған барып тұрам, атқа мінем кейбір кезде. Жалпы енді біздің бағдарламамыз тіл мерейі ел мәртебесі деп аталады. Сондықтан сіздің қасыңызға, біздің тақырыбымызға пікірді жалғастыру үшін, пікір таластыру үшін арнайы қонағымыз бар. Соны қарсы алайық. Қайырбек Тарихұлы, филолог, журналист, Ақжайық газеті бас редакторының орынбасары қазір біздің студиямызға келеді. Қайырбек Тарихұлы, келіңіз студияға, қош келдіңіз. Олай болса, қадірлі көрермен, арнамыздан алыстамаңыздар. Қош келдіңіз. Ал енді бағанадан жаңадан бері студияда, бағдарламада болмасаңыз да, студияда болдыңыз. Айтылған әңгімені, өрбіген сұхбатты естіп отырсыз. Сіз қандай баға бересіз? 50 жасқа келіп, елінің ата тілін меңгеріп. Жалпы таныссыз ғой. Жалпы таныстым, бұл Қанат аға, мен де сырттай танимын бұл кісіні, әлеуметтік желілерде де араласып тұрамыз дегендей. Бұл кісінің еңбегімен сырттай таныспын. Жалпы бұрынырақта мен қазақ тіліне сабақ бергем. Тіл орталығында жұмыс жасап, сол ересектерге қазақ тілін үйрету мен бір 4 жылдай сол әдіскер болып жұмыс жасағам. Бұл саланы жалпы мәселесін енді хабардармын. Білесіз. Жалпы енді Қанекең сөзіне естіп отырып, әңгімелерін, бұл кісіге бірінші сол қажеттілік туындаған, 50 жасқа толғаннан кейін, бағанағыдай енді... Дұрыстап, тілек айту керек. Балалар ер жетті, құда болады. Құда болып барғаннан кейін, дұрыстап сөйлеу керек. Орысша шүлдірлеп отырмай, қазақтың бар салт дәстүрімен сондай бір қажеттілік болғанда ең алдымен. Сондай қажеттілік бұл кісіні
тіл үйренуге, өзінің ана тілін үйренуге итермелеген. Ең бастысы сол тіл үйренуде ең керек қажеттілігі. Бізде қазір жастарымыздың көбі ағылшын тілін біледі. Ағылшын тілін оқиды. Өйткені олар болашақта ғылыммен айналысқысы келеді, жақсы жұмыстарға кіргісі келеді, шетелдік қатынасы бар. Сондай қажеттілік ол жастарымызға ағылшын тілін үйренуге қажеттілік етеді. Тіпті Қытай тілін білетін жастарымыз бар, болашақта банағы енді бұл экономикасы үлкен мемлекет қой. Сондықтан ол көрші, сонымен қатар көрші мемлекет экономикасы үлкен. Экономикалық қарым-қатынас болғаннан кейін оны да банағы бұл тілді де білген жөн. Сондықтан бұл қажеттілік. Яғни олар болашағын сол тілмен байланыстырады, өзінің мансабын, жалақысын. Жалпы өміріне керек деп сол қажеттілік болғандықтан тіл үйренеді. Сол тіл үйренуге ең бірінші қажеттілік керек деп ойлайды. Енді жалпы полиглот адамдар бар ғой, көптеген қаншама тілді меңгеріп, ол енді өзінің қызығушылығына енді кез келген қарапайым адам енді ондай дәрежеге жете алмас, бірақ енді 3-4 тіл үйреніп, соның ішінде ана тілін терең меңгерген дұрыс қой. Ең бірінші өзіңнің ата тіліңді, тамыр тегіңді тану үшін бұл қажеттіліктен бұрын қастерлі парыз һәм бір қасиетті борышымыз бетті. Ал енді бұл әдістемелік құрал «Ситуативный казахский» деген кітаппен танысыз ба? Сабақ беру барысында ересектерге пайдаландыңыз ба, бәлкім әдістемелік? Мен 12-ші жылы кетіп қалдым бұл саладан. Бұл кітап 12-ші жылы шыққан екен. Әттеген айдеп отырсыз ба? Әттеген айдеп отырсыз ба? Мүмкін сол кезде пайдаланар едім. Жалпы әдістеменің түрі көп болды, әртүрлі кітаптар шығып, жаңада айтып отырсыздар. Көбіне банаға сөз ғой, сөз үйрену керек. Сосын соның құрылымын үйрену керек, тіл үйренуде. Мысалы, осы тіл үйренуде жағдаяттық, ситуативный дейді ғой, жағдаяттық қазақ тілі ғой. Жағдаяттық бойынша үйренген тиімді болады. Мысалы, әуежайда қалай сөйлесу керек, не болмаса дүкенге бару, қарапайым, банағы ең басында грамматика керек емес та ең алдымен. Ең алдымен банағы күнделікті тұрмыс тіршілікте өзінің ең басты керек сөздерді жаттап, соның банағы құрылымын білсең ғана, сосын жайлап тереңдетіп грамматиканы үйренуге болады. Тілді меңгеруді, яғни таптырмас құрал деп толыққанда айтуға болады. Өзінің неліктен сұранысқа көп ие болғанын осымен ақ түсіндіруге болатын сияқты. Көп нәрселер бұрын қалай оқытып жүрдік, келемізде мектеп сияқты зат есім, сын есім, грамматиканы жетсептікті жаттатып, грамматиканы бірден грамматиканы беріп жібересің. Енді бұл қорытып үлгермейді дейсіз. Тіл білмейтін адам бұл грамматикамен ереже жаттап бас айналып жүреді де, артына қолын бір сілтейді. Ой, мына маған керек емес мына. Қазір не бәрі тез жылдамдық алайды адамдар. Адамдар тез пайдаланғысы келеді. Ғаламтор арқылы да тіл үйренеді, неше түрлі әдістемелер. Әркімнің енді несіне өзінің ыңғайына қарай оң жамбасына келетін әдістемелер болады ғой. Ал енді Қанат аға, осынау кітаптың жалғасын шығаруды ұсынып жатқан, сізге пікірлер жазып жатқан жандар болар. Өз ойыңызда бар ма жалпы? Бұл енді жағдаяттан өттік, бұл бірінші сатысы ғой енді. Амандасуды білдік, дүкенге барып нан алуды білдік, біреудің қызын ұзатқанда жақсы тілек айтуды білдік. Енді одан ары қарай тереңдей түсу керек сияқты. Мынау енді үш томның өзі, мынау бірінші сіз жаңа айтып кеткен осындай жағдайлар. Екінші том бұл енді тіл оқу барысында ең негізгі құрал бұл диалог. Диалогтарды оқиды ғой, мынау жаңа мен айтқан сияқты диалогтар. Неде бұл Алматы үлкен қала деген сияқты. Шынымен бұл бір оқулықтармен оқыған диалог. Мен енді екінші кітабым диалог деп аталады, диалогтар. Бұлар 5 әртүрлі адамдар, енді қысқаша айтып кетейін, ең бас кейіпкері енді деп айтуға болады. Бұл Арман деген жігіт, өзі Павлодардікі, Мәскеуден диссертациясы қорғаған. Қазір Астанада зажигалка деп аталатын
ғимаратта жұмыс істейді, Астанада. Бұл прототип ма біреудің әлде қиялдан шығарған? Жоқ, қиялдан шығарған. Адам енді әке-шешесі, қарт әке-шешесін Павлодардан Астанаға көшіріп алды. Ондайлар қазір көп қой, әлі үйленбеген. Оның екі апасы болған, екеуі де Алматыда оққан, біреуі Данагүл, біреуі Гүлдана. Енді біреуі Гүля, біреуі Дана. Біреуі Шымкентке тұрмысқа шықты, түбегейлі қазақи сондай не болып кетті. Біреуі Алматыда қала берді, бұл орыс тілді сондай бір сылқым неге салалы жігітке жұмысқа шықты. салондарға баратын. Сол 5 адам, бесеуі әртүрлі. Сосын енді Шымкенттегі жерлесі бар, қазақ тілді Бақдәулет атасы, біреуі Валихан Алматылық. 5 адам әртүрлі тақырыптарға, тақырыптар қандай? Мынау кітаптерде сияқты емес, тақырыптар. Ұлт жағдайы, национальный вопрос, ұлтаралық неке, ұлтаралық жағдай, Астана мен Алматы, Евразес, сондай нәрселер, көрдіңіз бе? Бұл енді сондай диалогтарды оққанда, бір жағынан апама сәлем беріп келейін, бір жағынан тайымды үйретіп келейін деген мен өте жақсы көремін осы мақалды. Өйткені қазір уақыт деген өте тапшы бәріне де. Көрдіңіз бе? Адам оқу барысында тек қана оқулықты ғана оқымай, оған қызық та болу керек бір жағынан. Көрдіңіз бе? Сонда қызық болғанда сосын нәтижелі болады оқу. Қазір мен Мәміле деген клуб ашып, ауызекі қазақ тілінің ауызекі несін үйрететін Мәміле сондай клуб аштым. Алматыда 1 жылдан астам ұлттық библиотекада жұмыс жасап жатыр. Оның жұмыс жасау барысы қалай түсіндіріп өтсеңіз? Иә, сонда біз орыс тілдері келеді, сонда аты Мәміле, қазақ тілдерді шақырам. Қазақ тілдерді шақырам, сонда оларды біріктіру, олардан бір мәмілеге келтіру, олардың ойлары бір жағынан бір адам бір нәрсені түсінбесе, оны жақсы көре алмайды, жек көреді, бір түсінбеген нәрсені. Ал енді түсінетін болса, жақсы көріп кетпесе де түсіністікпен қарайды. Көрдіңіз бе? Енді орыс тілдері мен қазақ тілдері қазір екі бөлек бір ел сияқты болып тұр ғой. Бір-біреуінің қыз алыспайтын, әрқайсының өзінің тыңдайтын әншілері бар. Баратын ресторандары бар, көретін кинолары бар. Ортасы бар. Иә, бәрі бөлек, көрдіңіз ба? Сонда мәміле деген, сондай сол мәмілеге келтіру дейсіз ғой. Мәмілеге келтіру. Сол отырыстарда осындай мәселелерді талқылағанда адам тұтығып, кәдімгідей өз ойын жеткізгісі келсе, сонда анау енді сөйлей алмайтын нәрсені бір ойында, жадында бар, бірақ та ұмыт болған сөздерді шығара бастайды, көрдіңіз бе? Сонда, ал енді мынандай бір нәрсені нететін болса, сіз мектепте қандай пәндерді жақсы көрдіңіз деген сияқты, бұл бейжай мынандай айтып отырады. Ал енді ұлтаралық неке туралы орыстан алуға болмай ма, бола ма деген сияқты неде бар. Сондай тақырыпқа мәселе біз нені өткіземіз. Резонанс туғызатын дүниелерді. Иә, сонда адам орыс тілді қазақ өз ойын жеткізу үшін бір қазақша айту керек қой. Сол жерде тұтығып ниет болса да, барын салып, сонда сөйлейді. Бұл жерде сіздің орталықтағы енді нәтижеге байланысты сұрақ, бұл жерде мәмілеге келіп жатыр ма, әлде согласияға келіп жатыр ма деген сұрақ туындайды ғой. Иә, мәмілеге келіп. Қазақша сөйлеп келгендерді орысша үйреніп кете ме, әлде орысша сөйлеп келгендер қазақша үйреніп жатыр ма? Жоқ, қазақша үйреніп жатырмыз, өйткені біз енді тек қана қазақша сөйлейміз. Мемлекеттік тілге басымдық бересіздер қашан? Иә, бұл енді өз негізгі бірінші діттеген нысанамыз, енді әрине бұл енді қазақ тілін үйрену. Ал енді әр жағында тұрған бұл енді мәмілеге келтіру бір халық. Өйткені халық деген Сталиннің берген өзі бір сипаттамасы бар. Бір жерде тұрып, бір тілде сөйлейтін, сондай енді ортақ тарихы бар, топтамасы адамдардың. Бірақ біз қазір бір халық болып тұрған жоқпыз. Екі тілде сөйлеп тұрмыз. Ал енді ең бірінші қазақтың құндылығы деген бұл бірлік қой. Солай ғой, ырыс алды ынтымақ, төртеу түгел болса өздеріңіз білесіздер. Баяғыдан келе жатқан қазақ ең бірінші біз ынтымақты, бірлікті жоғары санаған. Қазір біз бір халық болмай тұрып, біз ешқандай нәтижеге жете алмаймыз. Ал 30-ға да кірмейміз ештеңеге. Бір халық болып алайық, бір тілде сөйлейтін бір халық болып алайық. Одан кейін кез келген мақсаттарға жете береміз. Татулықты ту ету. Иә, мықты бір халық болып аламыз. Тәуелсіз елдің басты бағытына, мақсатына айналуы тиіс дейсіз ғой. Қазір біреу былай тартады, біреу былай тартады. Енді ол да дұрыс, плюрализм болу керек, демократия болу керек. Бірақ бір тілде бір-бірін түсінетіндей ортақ біз тіліміз болу керек. Бұл енді кешіңіздер, орыс тілі өте жоғары тіл, өте енді бұл әлемдік деңгейдегі тіл. Бірақ оның
орыс тілде сөйлейтін бір Ресей бар, үлкен бір алып мемлекет, көрдіңіз ба? Ал енді қазақ тіл, біз қазақ тілінен жирейтін болсақ, онда ата заңымызда айшықтап жазылған не бар, мемлекеттік тіл дейтін мәртебесі. Қай мемлекетте? Бұл Моңғолда не Қытайда жағдайын өздеріңіз білесіздер, қандай болып жатқан. Сондықтан біз осы қазақ тілінің несінде, төңірегінде бәріміз ұйымдасып, сол бір болуымыз керек. Осы мен одан артық айтайын, бұл біздің ұлттық идея болу керек. Қазақ тілін меңгеру. Кейбіреулер айтады, енді ол қай тілде сөйлесең де адам бір-бірін түсінетін болса, бірақ олай емес. Бұл тіл деген енді өздеріңіз де білесіздер, адамның ұлттың жаны. Байтұрсынов айтса. Иә. Ұлттың жүрегі. Одан айырылсақ, қазір енді үштілділік дейді енді мектептерде. Енді осыны айтып отырмын, сіздің сөзіңізден шығады. Қазақ тілі біздің алтын деңгейіміз болу керек. Біріншіден қазақ тілі. Қазақ тілін үйрету керек мектепте. Ал енді орыс тілін, ағылшын тілін ол енді қосымша үйрету керек. Әрине білуіміз керек. Орыс тілді ұмытпауымыз керек. Ағылшын тілін үйренуіміз керек. Бірақ ең бастысы қазақ болуымыз керек. Өйткені бұл қазақтың жері, қазақша сөйлейтін адамдар бұл жерді қорғайды. Ал енді басқа тілде сөйлейтін адамдар бұл жерді қорғамай ма, ол екі. Тілін қорғай алмаған адам айналып келгенде жерінде отанында толыққан қорғай алады деп айта алмаймыз. Тілге деген қажеттілікті туындату керек деп мына жерде жақсы әдемі ұранды сөздер айтып жатырмыз, иә. Бірақ дегенмен де қазір орыс сыныптарына беру, ата-аналар арасында қазір өздері қазақша сөйлеседі? Қазақ сыныбына берейік па, орыс сыныбына берейік па деген бірінші классқа баласын берерде, сондай бір таңдау, сондай бір екіұдай пікір тұрады. Бұл не себепті, неге байланысты? Сосын бір қағида бар, сосын орыс тілінде мектепке берсек, балам пысық болады, ойын еркін жеткізеді деген. Алды болады деген сияқты дүниелер бар. Тарихол, сіздің пікіріңіз қандай? Жалпы сондай тенденцияны байқайсыз ба өзіңіз? Бұл енді бұрынғы Қанекең айтып кеткендей, совет үкіметінің кезінен, совет кезінен қалыптасып қалған құлдық сананың қалдықтары десек. Қалдықтары ғой, сол бойымыздан шықпаған құлдық сана, сол орыс тілінің, өз тілімізді қашанда орыс тілінен төмен бағалаймыз. Содан орыс тілін меңгерген адамның болашағы зор деген баяғы совет кезінде қалыптасып қалған стереотип әлі бойымыздан арылған жоқ. Көбі сол немен жүр. Сол балаларын орыс тіліне береді. Бірақ енді статистика қарасақ, бұл жыл сайын қазақ мектебін бітіріп атқан оқушылар саны көбейіп жатыр. 80%-ға жетіп қалдық. Енді бұл жақсы көрсеткіш. Яғни ол беріп атырған. Бұл жұрт соны қарау керек. Мектепті бітіріп жатқан қазақ жастарының 70% қазақ мектебін бітіріп жатыр. Бұл енді біздің болашағымыз, яғни бұған шүкір етуге болады. Ал енді ана орыс мектебіне беретін енді өздерінің бұрынғы несі болар, бірақ болашақ бәрі қазақ тілінде, сондықтан көп адамдар түсініп келе жатыр деп ойлаймын. Енді бұған манағыдай мазасызданатын мәселе жоқ деп есептеймін. Мен жерден бір-екі сөз қосайын. Шынды айтқанда осы орыс тілдер ғой өздері әке-шешелері де орыс мектепке беретіндері. Қазақтар да бар, таза үйінде отбасында қазақша сөйлейді. Мен ойымша енді бұны былай жай қалдыруға жыл жауып қойып нетуге болмайды. Насихаттау жұмыс жүргізу керек, түсіндіру жұмыс жүргізу керек. Мектепке беретін әке-шешелерімен бірінші сыныпқа беретін олармен жұмыс жүргізу, ешқандай жұмыс жүргізіп отқан жоқ. Осылай анау кім айтып отырған сөздерін бәрін жеткізу керек осындай. Бұл ескінің қалдықтары, бұл қазақ тілі деген енді осындай ешқандай нес әке-шешелермен жұмыс жүргізу керек. Сосын біз жаңадан айтып отырмыз ғой. Орыс тілдер біздің өзі аудиториямыз. Олар екі ойлым, бұны қарап атқан жоқ. Бұл каналды басқаға, НТВ-ға ма, неге көшіп кетті олар. Олардың өз тілімен сөйлеу керек. Мен айтайын, менің кітабымның несі, бір өз нәтижесі жетіп тұрған. Бір жағынан, өйткені мен олармен өз тілімен сөйледім. Көрдіңіз ба? Олар өйткені, бізде қазақ тілімен айналысатын адамдар көбі ақын жазушылар, өздері тілді жақсы білетін, митинг өткізеді, үлкен жиындарды өткізеді, бәрі қазақ тілінде. Ал енді орыс тілдер солар үшін жасалып отыр ғой. Олар бейхабар одан. Олар білмейді соны.
оларды ана жерден осындай соларды үйретейік деген жандар келмейді. Тағы сол қазақ тілін таза меңгеріп алғандар ғана келіп. Олар өз арасында мәз-мәйрам болып тартып. Мені Бейшен Қурабек неге бағдарламаға шақырған, қазақ тілі туралы сол әңгіме қозғалды. Осыдан 3-4 жыл бұрын ба үлкен аудитория, қанша адамдар отыр ана жерде, бір 80 адамдай мен есептедім. Сонда мен мынандай сұрақ қойдым: кешіріңіздер, мына жерде орыс қазақ емес мектепті бітіргендер қолды көтеріңдерші дедім. Қанша адам деп ойлайсыз? Мен жалғыз орыс мектебін бітірген. Сосын тағы бір адам болды, ол Әзербайжан мектебін бітірген бе, сондай бірдеме. Көрдіңіз бе? Сонда кімге не айтып отырмыз? Кімге не айтып отырмыз? Сосын одан кейін неге шақырды? Сол бағдарламаны көретінде сол баяғы өзіміздің қазақ тілін жаңағыдай 100% меңгеріп алған. Олар өздері былай да біледі олар. Оттан тиімді. Жаңа енді бірінші қажеттілік тудыру керек, ол махаббатқа ұласу керек деп. Шынымен бір нәрсе айта кетейінші. Кеше бір танысым телефон соқты, осы латын әрпі, латын тілі дейді, ол түсінбей жатыр. Латын тілі енгізіледі деп жатыр ғой, бәнағы 0-ші класстан бастап 19-дан деп. Мен баламды осы мектебіне берсем қалай болады? Қиын болмай ма, ертең миы шіріп кетпей ма деп. Мен айтам, қайдағы латын тілі, латын әрпі ғой, таңба ғой, өзгеретін. Тілің сол күйінде қалады. Бұл балаң бәрі кириллицаны білмейді, сол латыннан танысып өтеді ғой деп. Сол білмеймін, миым айналысы соны осы мектебіне берсем. Бұл бір бейне бір ағылшын тілінде оқитын сияқты елестетіп жүр. Сол тіліміз өзгеріп, латынша оқиды, бала миы шаршайды деп сөйтіп. Бұл да банағы түсінік жұмыстарының әлі ақпараттандыру, түсіндіру жұмыстары жүру керек дейсіз. Кеше соқты маған. Сонда да банағы орыс мектебіне бергім келеді деп маған соғып тұр. Бағдарламаны енді қорытындылайтында уақыт келіп қалғанда, жаңағы мен қажеттілік деген махаббатқа айналдыру керек сияқты. Аға, енді сізге алып келген жаңағы генетикалық жадыңыз, ата тегіңіз, тамырыңыз ғой осы. Қайттан мемлекеттік тілдің мәртебесін арттырып, ана тіліңізді танып жатқаныңыз. Бірақ сіз орыс тілінде жетік білесіз. Наполеонның елінде болғасын, француз тілінде жетік білесіз. Біз енді махаббат дегеннен шығады, Жапонияның арека деп сөйлейтін жігіттерге тән өзінің акценті бар. Мысалы, екпіні бар. Орыстардың өзінің әдемі Есениннің поэзиясы бар. Немістердің Гетенің тілі бар. Тіпті оларда бір қатаңдық бар. Әсіресе француз тілін мақтайды, ол жасырын емес. Француз тіліне бүкіл елдің махаббаты бар. Өғи деп бір романтикалық әдемі бір нәзіктік бар. Сол сияқтағы француз тіліндегі нәзіктік, неміс тіліндегі жаңа қатаңдық, орыс тіліндегі поэтика, жапон тіліндегі бір жігер бүкіл осы қазақтың тілінде бар сияқты. Сіз енді бұл жерде қазақ ұлты ретінде емес, объективті анығын айтыңызшы. Қазақ көркемдігі жағынан. Көркемдігі бұл бір жағынан осы нәрсе, осы жағдай бұл тілді оқытуға да, меңгеруге, сөйлеуге де бір кедергі сияқты болып тұр кішкене. Көрдіңіз ба? Өйткені қазақша сөйлегеннен кейін әдемі сөйлеу керек. Француз не болмаса ағылшын тілінде әйтеуір өз ойыңызды жеткізсеңіз, былай шалапла бірдеме акцентпен де айтсаңыз, болады, сөйтіп көңілтіп жүре бересіз. Ал енді қазақша сөйлегенде, мен өзімде енді қанша жыл болды, 10 жыл болып қалды енді тілді оқып жүргенде. Әлі де наразымын енді өзім көңілім толмайды. Көңілім толмайды. Өйткені көрдіңіз бе? Бірақ та мен бір нәрсе айтып кетуім керек. Бұл жерде енді қазақ адамдар, енді біз әлі мынау бұдан арылған жоқпыз. Кейбіреулер айтады, осы адамның тегін, несін, этносын айтып керек емес бұл деген қалдықтар, нелер. Біз жоқ, әлі де біз неміс болады, орыс әлі сөйтіп келе жатырмыз. Мен сізге айтайын, қазақ болам деген адам, қазақ туған адам тілді білу керек. Алдында мен де орыс тілділердің енді ойладым, жарайды, мен өзім патриотпын, мен қазақтың елінің, мен қазақпын деп өзімді есептеймін, қазақ тілін білмесем де, мен қазақпын деп. Бірақ та мен қазір бір нәрсеге көзім жетті, қазақ тілін білмесең, сен толыққанды қазақ болмайсың. Өйткені бізде енді өнералы қызыл тіл дейді ғой. Бізде өнердің бәрі тілде. Бүкіл бізде үлкен библиотекалар болған жоқ. Көшпенді қалай алып жүресіз анау кітаптерді? Бір үлкен ғимараттар салған жоқ. Сондай ғой, біз киіз алып жүретінбіз. Бізде бәрі тілде. Енді тіл білмесеңіз, сіз өз халқыңыздың мәдениетін білмейсіз деген сөз. Ешқандай сіз мақрумсыз деген сөз. Сондықтан сіз тіл білмесеңіз, қазақ болмайсыз.
яғни тілді білмей отанды сүйем, ұлтыма деген махаббатым сондай асқақ деген дүние деген бұл жай ғана пафос, әшейін ұран ғана ғой. Енді бізге берілген уақытта тәмам енді тіл туралы айтып келе жатқанымызға тәуелсіздік алғалы бері бұл бір жағынан жауыр болатындай да тақырып сияқты еді, деген менде әлі айтуға мәжбүрміз. Бірақ бүгін әдемі сұхбат болды, тіпті қазақ тілін білмейтін өз қандастарымызға, қара көздерімізге қалай үйреніп алу жолдарында біз тәсілдерін айтқандаймыз. Сол үшін шынайы пікірталас болды. болған ақыл кеңестеріңізге, ең бастысы бөліп келген алтын уақыттарыңызға алғыс айтамыз. Қайырбек мырза, Қанат аға. Аман болыңыздар, тіліміздің тұғыры биік болсын, мәртебесі асқақ болсын. Қадірлі көрермен, осымен бізге берген уақыт тәмам. Келесі эфирде жүздескенше аман, сау болыңыздар.